Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін күндеріңіз сәтті, берекелі болсын. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен табада пісірілетін, пешті қажет етпейтін, өте дәмді әрі ең оңай дайындалатын тортты дайындайтын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Дәмі молочная девочка деп аталатын торттың дәміне ұқсас келеді. Өте дәмді. Дайындап көруге кеңес беремін. Ыдысымызға жұмыртқамызды салып, одан кейін сгущенканы салып, жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алғаннан соң қорсытқышымызды қосамыз. Қорсытқышты ұнға салып араластырып алсаңыз да болады. Мен бірден осылай салуды жөн көрдім. Ендігі кезекте қоспамызға ұнымызды аз-аздан салып, қасықтың көмегімен немесе беншікпен осылай жақсылап араластырып алып, кішкене қоймалжың қолға жабыспайтындай қылып қамыр илеп аламыз. Онда аз-аздан салып, қасықпен жақсылап қамыр илеп алған кезде қоюлана бастайды. Сол кезде қасықты алып тастап, қолымызбен илеуімізге болады. Онда осы видеоның астына описаниеге қанша мөлшер керек екендігін жазып кететін боламын. Сол мөлшерден артық қоспаңыздар, себебі оныңыз көп болып кетсе, қамырыңыз қатайып кетуі мүмкін. Қамырымызды осылай дастархан үстіне қойып, жақсылап қолымызға жабыспайтындай қылып, сәл ғана жабысуы мүмкін, ол ештеңе қылмайды. Бірақ қатты қолыңызға жабысып тұратын болса, егерде, онда ұн пайдалануыңызға болады. Описаниеге мен 400 грамм, 450 грамм деп жазып кеткен болатынмын. Мен алдымен 400 граммды пайдаландым, 50 граммды осылай жаюға ғана пайдаландым. Не бізде осындай жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр илену керек. Енді бұны бірнеше бөлшектерге бөліп аламыз да, қолымызбен дөңгелетіп аламыз. Қанша бөлікке бөлуіңіз өзіңіздің еркіңізде. Мен торттың биік әрі шағын болғанын қалап тұрмын, сол себепті кішкентай қылып пісіретін боламын. Енді қамырымызды столдың үстіне дастарханымызға қойып, астына ұн сеуіп, осылай жұқа қылып жаятын боламыз. Дастарханыңызға жабысып қалмасын, ұн сеуді ұмытпаңыздар. Торттың кожаның бәрі бірдей диаметрде болу үшін осылай бір формамен кесіп алуыңыз керек болады. Мен тәрелке пайдаландым. Корждарымызды осылай дайындап аламыз да, қызып тұрған табаға ешқандай май жақпаймыз. Кезек-кезек аунатып пісіріп алатын боламыз. Табаның астындағы от орташа болып шығып тұру қажет. Корждар бізде тез піскендіктен осылай алдын ала дайындап алғаныңыз дұрыс. Өте жұқа болып кетпесін. Қызып тұрған табаға корждарым салғаннан кейін қақпаға міндетті түрде жауып қойыңыздар. Піскен кезде беті көпіршіктенеді. Сол кезде аударамыз, ол пісті деген сөз. Не осылай корждарымызды кезек-кезек пісіріп аламыз. Менде 450 граммнан қалған ұн, шамамен 15 граммдай ұн қалды. Ұн әртүрлі болып келеді, тығыздығына байланысты. Сол себепті сіздерге видеода анық көрсетіп тұрмын. Енді кремімізді дайындауға кірісеміз. Менің дайындайтын кремім ең оңай крем. Кремге керекті қоспалар кілегей, қант ұнтағы және творожный сыр. Үшеуін осылай миксер арқылы миксерлеп аламыз. Кремнің толық нұсқасын мен келесі видеода салатын боламын. Енді тортымызды жинақтаймыз. Тортымыз қозғалып кетпеу үшін астына осылай кремнің азғантай бөлігін жағып, орналастырып аламыз бірінші коржын. Одан кейін крем жағып, келесі корждарды орналастырып отырамыз. Кремді торттың жан-жағына үстіне толықтай жағып аламыз. Тортты әсемдеуі өзіңіздің фантазияңызбен, яғни өзіңіздің қалауыңызбен әсемдеуіңізге болады. Тортты әсемдеу үшін кремнің азғантай бөлігін алып, кондитерлік ыдысқа салып, осылай гүлдер жасап шықтым. Одан кейін кивиді орналастырып шықтым. Сіздерде осылай жасауларыңызға да болады.
немесе шоколад пен сармайды ертіп ганаш қылып құйып бетіне әсемдеп жеміс жидектерді қойып шығуға да болады. Өте дәмді әрі тез дайын болады. Дәмі өте керемет, молочная девочка деп аталатын тортқа ұқсас келеді дәмі. Және түріне қарасаңыз, табада піскен тортқа мүлдем ұқсамайды. Үйден дайындап көруге кеңес беремін. Видеоның соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, подписка басып, тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта керемет рецептілермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Саяжан. Астарыңыз дәмді болсын, көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болсын. Келесі видеода көріскенше аман сау болыңыздар.